Көк жайлауды елестетіңізші, осыдан қаншама жүздеген жылдар бұрын. Бір ауылдың қарапайым қазақ жігіті басқа бір ауылдың шашбау тағып бара жатқан бір қызына көзі түсіп қалады. Ол қыздың бетіндегі мені ұнатып қалады. Оған тартымды болып көрінеді. Ал қызға жігіттің қалың қасы, мужественный сондай болып көрінеді де оған тартымды болады. Ол адамдар кейін үйленеді және олардың балалары болады. Ары қарай оның балалары басқа бір балаларды кездестіреді өмірінде, солай жалғаса береді. Енді сіз сондай бір тарихы бар, осындай әдемі махаббаттың негізінде құрылған қаншама поколение, қаншама ұрпақтан ұрпаққа келе жатқан махаббаттың өнімі болып табыласыз. Сіздің бетіңіз, бет әлпетіңіз сол қаншама жылдар бойы ата-бабаларыңыз қаншама ғасырлар бойы қаншама қиындықтардан өткен, қаншама бораннан, аштықтан, соғыстан өткен сізді осы заманда өмір сүрсін деп, сізге осы өмірді сыйлау үшін. Сондықтан сіз айнаға қараған кезде, өзіңіздің түріңізге қараған кезде, сіз сондай перспективадан қараңыз. Сіздің түріңіз, бет әлпетіңіз қаншама ғасырлар бойы қаншама ата-бабаларыңыздың әртүрлі өздерінің уникалды әдемі сұлулықтарының үйлесімділігі, сіз солардың комбинациясыз. Өзіңіздің бетіңіздегі әр черталарды өзіңіз жақсы көріп бастаңыз, сіз тамсанып бастаңыз, сіз мақтанып бастаңыз. Менің бетімдегі осы терімнің түсі, мұрнымның пішіні, көзімнің үлкендігі, кішілігі деген сияқты, ол сіздің уникалды, сіздің изюминкаңыз, ол сіздің ата-бабаларыңыздан келе жатқан қаншама махаббаттың өнімі, үйлесімділігі. Қазіргі заманда соцсет дамып тұрған уақытта біз өз-өзіміздің түрлерімізді басқа бір адамдарға салыстырамыз. Және де осы заманның, әлемнің өздері құрастырып алған бір бьюти стандарты бар, яғни бір сұлулықтың стандарты бар. Біз сол сұлулықтың стандартына, трендқа сәйкес болу керекпіз. Егер оған сай болмасақ, біздің фигурамыз оған сай болмаса, біз өзімізді изгой ретінде, яғни аутсайдер ретінде, біз әдемі емеспіз деп өз-өзімізді солай жақсы көрмей бастаймыз және өз-өзімізге сенімсіз болып бастаймыз. Бірақ сіз ерекшесіз, сіз әдемісіз. Аллах тағала әр жаратылысты, әр адамды ол өзінің махаббатымен жаратты. Ол сені әдемі етіп, әдемі кейіпте жаратты. Сол сенің бет келбетіңді, теріңді, денеңді, барлық әлемді, барлық ғаламды жаратқан Аллах тағаланың жаратылысы деп қарайтын бол. Сол кезде сен өзінің бет әлпетіне басқа көзқараспен қарайтын боласың. Өзіңді әдемі емес сезінген кезде, өзіңді not good enough, жеткіліксізбін деп сезінген кездерде мына нәрсені есіңе алсаң болады. Яғни сен қазір айтайық 28-десің, сен 28-де өзің жарқырап тұрған, нағыз пісіп тұрған кезің. Сен есейген сайын 50-ге толасың, 60-қа толасың. Мысалы 50-ге толған кезде сен 40 жасындағы түрін саған ең әдемі кезің болып көрінеді. Одан кейін 60 жасқа толасың, сен 50 жастағы түрін ең әдемі болып көрінеді. Сөйтіп сен 80 жасқа толасың, 80 жастағы сен өзіңді елестетсең, ол сенің осы қазіргі 28 жасынға қайтып оралу үшін барлығын беріп жүреді. Ол саған сондай махаббатпен, сондай сүйіспеншілікпен қарайды. Ол сен сондай әдемісің, сен сондай жассың, сен сондай сүйкімдісің деп, сондай сенің өзінің түріне сондай махаббатпен қарайды, қызығушылықпен қарайды. Сондықтан соны әрдайым есіңізге салып тұрыңыз. Және де біздің бір проблема, ол біз айнаға қараймыз және телефонмен фотоға өзіміз түсірген кезде түріміз басқаша болып тұрады. Мен осындай уродлықпын ба деп телефонға қараймыз. Бірақ мұнда научный жағынан айтатын болсақ, айнадағы және телефонның камерасындағы біздің бейнелеріміз, олар искаженный дейді ғой, distorted бейнелер. Себебі ол бұрышқа байланысты, сіз қандай бұрыштан, ол қандай светтердің түсіп тұрғанына байланысты, жарықтың, немесе өзіңіздің тұрған дистанцияңызға байланысты, сіздің айнаңыздың отражениесі, ол сіздің керісінше айналып тұрған отражениеңізді береді, және ол not accurate дейді ғой. Ол кішкене сізді искажать етіп тұрады. Сондықтан
түріңіз онша емес болып тұрған сияқты болуы мүмкін. Және телефонның камерасын алатын болсақ, телефонның камерасы ол 2D неде көрсетеді бізге суреттеріңізді, бейнелеріңізді. Ал 2D-да көрген кезде сіз ондай кәдімгідей өмірде көргендей қарай алмайсыз, адамның бетін өйтіп қабылдай алмайсыз. Және ол телефонның камерасы ол сіздің сұлулығыңызды ол жеткізе алмайды, толықтай жеткізе алмайды. Мынадай бір сөз бар: закаттың әдемілігін біз телефонға қанша түсірсек те біз оны жеткізе алмаймыз. Телефон жеткізе алмайды. Кейде болады ғой, сондай бір әдемі жерді көріп қаласың, аспан әдемі болып тұрады, жұлдыздар жанып тұрады аспанда дегенде, соны түсіріп алғың келеді ғой телефонына. Бірақ телефонға түсіресің, қарайсың, басқаша жеткізіп тұрған жоқ әдемілікті. Сол сияқты телефонның камерасы сіздің нағыз шынайы сұлулығыңызды ол жеткізе алмайды. Сондықтан сіз телефондағы суреттерге, телефондағы өзіңіздің бейнелеріңізге және айнадағы отражениеңізге қатты сене бермеңіз. Себебі олар сіздің нағыз бейнеңізді, нағыз сұлулығыңызды өзгертіп көрсетеді. Және психологияда мынандай бір термин бар екен: exposure effect деген. Яғни сіз бір нәрсені көре берген сайын, көз алдыңызға көріне берсе, ол нәрсені қайта-қайта сізге көрсете берсе, сіз оны ұнатып бастайсыз. Мысалы, мынадай бір тәжірибе болған екен. Екі дос адамдарды неге шақырған, лабораторияға шақырған және андай тест жүргізген. Оларға анонимді түрде бір-бірлерінің достарын қандай түрлері әдемі, қаншалықты әдемі деп бір-бірінен сұрастырған. Сонда достар, жақын достар, олар бір-бірін өте қатты әдемі, сұлу ретінде қабылдаған. Ал бөтен адамдар ондай қатты сұлу деп, ондай дәрежеге дейін сұлу деп ойламаған. Бірақ нағыз жақын достар, олар біз бір-бірлерін өте сұлу деп қабылдаған. Неліктен? Себебі олар ұзақ уақыт бірге өткізеді. Олар жиі бір-бірін көреді. Сондықтан олар бір-бірін ұнатып бастайды. Әрине, адамда первое впечатление дейді ғой. Адам бір адамды көрген кезде, бірінші рет көрген кезде бет-әлпетіне көзі түседі. Бірақ оны екінші рет, үшінші рет, төртінші рет ары қарай қайта-қайта көре берген кезде, сөйлесіп бастаған кезде, ол адамның ішкі дүниесін қарап бастайды. Оның харизмасын, оның мейірімділігін көріп бастайды да, ол оған сұлу болып көрініп бастайды. Себебі нағыз сұлулық ол тек сыртта ғана емес, нағыз сұлулық ол іште. Яғни сіздің харизмаңыз, сіздің чувство юмора, сіздің сондай мейірімділігіңіз, ақкөңілділігіңіз сізді одан сайын сұлу етеді. Және мен оқып отырған Psycho-Cybernetics деген, психокибернетика деген кітапта Максвелл Малтз деген пластик surgeon, ол пластический хирург. Ол кісіге көп клиенттер келетін болған, көп пациенттер келетін болған, өз-өздеріне сенімсіз пациенттер. Менің мұрным слишком үлкен, менің подбородогым слишком үлкен, менің көздерім сықси деп келетін болған. Бірақ ол кісіге, жаңағы дәрігерге, ол ешқандай проблема көрмеген. Нормальный мұрын пішіні, ондай қатты үлкен емес, кішкене үлкендеу шығар енді деп сөйтіп қарайтын болған. Бірақ анау адам өзіне сондай қатты сенімсіз болған, барлық өмірінде болып жатқан проблемалардың барлығы, оның сәтсіздіктері, жұмысындағы, романтический отношениядағы сәтсіздіктердің барлығы осы мұрнының үлкен болғандығынан деп ойлайтын болған. Және олар пациенттер сол дәрігерге келіп, менің мұрнымды кішірейтіп берші, менің көзімді үлкейтіп берші, осындай да бір денемнің пішінін өзгертіп берші деп келетін болған. Бірақ ол пластический хирург ол мәселені ода көрмеген. Яғни адамдар жақсы мұрындарын кішірейткен және көздерін үлкейткен, олар қайтадан жаңа өмір бастаймын, болды, енді менде бәрі жақсы болады деп қайтадан өмірлеріне қайтып барады да, бірақ еш нәрсе қатты өзгермейді. Неге? Себебі адамның ішіндегі сенімдері өзі туралы, өзінің сондай insecurities'тары, өз-өзіне сенбеуі, осының барлығы өзі туралы негативті ойлауы, негативті установкалардың барлығы оны әрдайым тежеп тұрған. Яғни әңгіме бұнда внешностьта емес, оның внешності өзгерді, бірақ оның ішкі өзі туралы сенімі өзгерген жоқ. Сонда оның өмірі де өзгерген жоқ. Сонда ол пластический хирургтың айтатыны, сенің сұлулығың сыртта емес, бірінші іштен басталады. Сені сұлу ететін нәрсе ол сенің ішкі жан дүниең. Мысалы, сіздің өзіңізді ұнатпайтын жеріңіз болады. Сіз өзіңіздің бетіңіздегі веснушкалардан ұяласыз.
сіз адамдарға айта бересіз, менде веснушкалар бар, менде бетім жаман қылып тұр, точка болып тұр деп айта бересіз. Сен бетіне прям лупамен барып бүйтіп қарамайды. Адамдар негізі байқамайды сен айтпасаң еш нәрсе. Бірақ сен қайта айта берсең, сол бүкіл attentionды, бүкіл фокусты, бүкіл көңілді сол веснушкаларына, мұрынның пішініне әкеле берген сайын, ол адам уже сен до того сеніп алғансың сол нәрсеге, қайта айта бересің. Сосын ол адам амалсыздан, еріксізден соны байқап бастайды. Ол сенімен сөйлескен кезде ол уже сенің мұрнына қарап тұрады. Шынымен де мұрны үлкен сияқты деп. Или сенің веснушкаларына қарап тұрады. Шынымен де беті қысық болып тұр, цветі деп. Сондай уже сөйтіп бастайды. Яғни сен өз-өзіңді выдавать етіп бастайсың. Менің көзім кішкентай, менің веким жоқ, менің мұрным кішкентай деп айта бермеңіз. Оны адамдар сезеді, және өте адамды отталкивать ететін нәрсе ол адамның өз-өзіне сенімсіз болуы. Қайта өзінің ұялатын жерлерін қайта әкеле беруі, айта беруі ол адамды отталкивает. Және де көп әйелдер, біз басында айтып кеткендей, мен жас болып тұрғым келеді, всегда 18 жастағы түрмен жүргім келеді деп ойлаймыз. Себебі рекламалардың барлығы медиа, барлығы солай біздің миымызға енгізіп тастаған, сіңіріп тастаған. Біз жас болып көріну керекпіз әрдайым. Біздің теріміз сондай 18 жастағы кезіміздей болып тұру керек әрдайым. Кремдердің барлық нәрселердің рекламалары 18 жастағыдай түріңді жасағың келеді ме, онда осы кремді ал деген сияқты. Бірақ қартаюдан қорықпау керек. Сен есейген сайын, сен жастарын қосыла берген сайын, сен одан сайын әдемі болып бастайсың. Сен ішкі жан дүниең, сенің даналығың өсіп бастайды. Сен уже әйел болып бастайсың. Бұл өте тартымды нәрсе. Және сенің бетіндегі әжімдер, мысалы көзінің айналасындағы әжімдер, мына жердегі әжімдердің барлығы, олар әдемі. Сен оларды embrace дейді ғой, сен олармен восхищаться етіп баста. Сенің мына жеріндегі көзінің жанындағы сыздықтар, ол сен көп күлгеннің, көп қуанғанның, өмірден максимум алғанның, эмоцияларды шынайы сезінгенің туралы белгілер, солардың іздері. Сен оларды көрген кезде сен есіне алу керексің. Сол жақсы кездерді, жақсы естеліктерді, жақсы уақыт болды негізі дегендей. Себебі өмірдің соңына келген кезде біз көбінесе өкінеміз екен өзіміздің жасамаған нәрселерімізге. Сондықтан сіз өмірді максимум өмір сүріңіз, максимум эмоцияларыңыз барын көрсетіңіз. Әжімдер туралы басыңызды ауыртпаңыз. Олардың барлығы сіздің шынайы эмоцияларыңыздан қалыптасады, және ол өте әдемі сіздің адам екеніңізді, сіздің өмір сүргеніңізді көрсететін белгілері. Сен қоғамның әдемілік туралы, сұлулық туралы стандартын өзгерте алмайсың. Сен бірақ өзіңнің сұлулықты қалай көретінін, қалай қабылдайтыныңды өзгерте аласың. Яғни сен рекламалардағы, медиалардағы нәрселерге ере бермей, сондағы сұлулық стандартына ере бермей, сен өзің шынайы өмірде, қазіргі өмірінде реальный адамдардың сұлулықтарына қарап баста, соларды байқап баста, және соларды нағыз сұлулық деп қабылдап баста. Болады ғой кейде құрбыңмен кофе ішуге шығып қайтасың, сонда құрбыңа қарап отырасың, қандай әдемі, шашы бір мынандай кекіліп бүйтіп түсіп тұрады, оның күлгені бүйтіп мына жаққа қарап тұрғаны, білмеймін, бір моменттер болып қалады, сен андай вау, қандай әдемі деп сөйтіп қарап қаласың. Немесе көшеде кетіп бара жатқанда бір әжені көріп қаласың, вау, қандай элегантты, қандай әдемі, көздері жанып тұр деп. Сол сияқты сен адамдарға сөйтіп қарайсың ғой, адамдар да саған солай қарайды. Сен мысалы көшеде кетіп бара жатасың, өзің білмейсің, бірақ біреу саған былай қарауы мүмкін. Мына қыз қандай әдемі, сондай сұлу болып тұр, терісін қарашы, жарқырап тұр ғой дегендей. Немесе вау, веснушкалар сондай әдемі, менде де сондай веснушкалар болғанын қалар едім деп сондай тамсанып, сондай вдохновениемен сізге қарау мүмкін да, сіз оны даже білмейсіз. Мен мысалы өз басым веснушкаларға өте қатты қызығамын. Инстаграмда, снапчатта фильтрлар бар ғой, веснушка қоятын өтірік. Соларды қойған кезде прям so cute деп өзіме сөйтіп қараймын. Және мен қалар едім менде веснушкалар болғанын. Сондықтан сіз өзіңіз ұялатын бір денеңіздің бір
бөлшектері ол басқа бір адамның арманындағы нәрселер болуы мүмкін. Сондықтан сіз өзіңізді бағалай біліңіз, өзіңізге басқа көзқараспен қарап бастаңыз. Және соцсеттер олар өте қауіпті. Біз қандай адамдарды қараймыз, біз қандай адамдарға подписанымыз, оның барлығы өте маңызды. Мысалы, мен Памела Андерсон, Пэрис Хилтон, Ксения Собчак, сондай сияқты басқа вообще маған түрі ұқсамайтын сондай блондинка, бетінің әлпеті маған вообще келмейтін сондай адамдарға подписан болатын болсам, мен онда өзімді солармен салыстырып бастаймын да, олар қайда, мен қайдамын, мен вообще әдемі емеспін деп сөйтіп бастауым мүмкін. Сондықтан сіз соцсеттарда өзіңізге ұқсайтын, өзіңіздің ұсқыныңызға келетін сондай адамдарға жазылып бастаңыз. Сіз соларды қайта көріп бастаңыз, қарап бастаңыз, қандай киімдер киеді, оларға қандай түстер үйлесіп тұр деген сияқты. Сіз де өзіңізге солай шпаргалка ретінде қолдансаңыз болады. Және сол адамдардың, өзіңізге ұқсас келетін адамдардың қалай өздерінің сұлулығын көрсететін, қалай өздеріне сенімді екендерін көрген кезде сізде сондай әдемілік стандарты сізде қалыптасып бастайды. Яғни сіз оларды әдемі деп көресіз да, сіз өзіңізді де сондай деңгейде әдемімін, сұлумын деп қабылдап бастайтын боласыз. Және айта кеткендей, сұлулық ол тек сыртта емес, ол іштен басталады. Яғни тек бет әлпетіне ғана фокустың барлығын жібере бермей, соның орнына сен фокусыңды өзінің қабілеттеріне, өзінің personality, өзінің мінезіне, өзінің әлемге қарайтын көзқарасына, соған инвестиция жасап баста. Яғни нағыз сұлулықтың бәрі сол жерден басталады. Соны әрдайым есінде сақтап жүр. Бетімізге мейкап, макияж жасаған әрине әдемі, өзіміздің сұлу черталарымызды кішкене подчеркивать етіп, сондай әдемі болып жүрген өте жақсы, күшті сезім. Бірақ кейбір күндері сіз мейкапсыз да жүре алатындай істеу керек. Сіз өзіңізге челлендж ретінде, мысалы, бір күн мейкапсыз жүремін деген сияқты, сөйтіп өзіңізге челлендж жасаңыз. Яғни сіз мейкапсыз шыққан кезде сезініңіз, сіздің теріңіз қалай таза ауамен демалып жатқанын, күннің сәулелерін өзіне сіңіріп жатқанын, және кірпіктеріңізде туштың ауырлығы, салмағы сезіліп тұрған жоқ. Сондай өзіңізді жеңіл сезінетін сезімде болыңыз. Яғни соны максимально сезініп, өзіңізді сондай басқа деңгейде, басқа дәрежеде сұлулықты сезініңіз. Айнаға қайта қарай беріп, өзінің бет әлпетіңді жиі тексере беруді кішкене азайту керек. Оның орнына сен өзіңе былай сұрақтар қойсаң болады. Мен өзімді қалай сезініп тұрмын? Мен көңіл күйім қандай, қалай болып тұр деген сияқты маңызды сұрақтарды қойып, өз-өзіне чек-ин жасап тұру керек. Және ең соңында біз әр адам, әр қайсымыз уникальнымыз. Біздің әр қайсымыз әртүрліміз, бір-бірімізге ешкім ұқсамаймыз. Сондықтан осы біздің айырмашылықтарымызды, бір-бірімізге ұқсамайтын ерекшеліктерімізді біз осылай жақсы көріп бастауымыз керек. Біз осылай бағалап бастауымыз керек. Сондықтан біліп жүріңіз, сіз әдемісіз, сіз өте сұлусыз. Тек сіз соны да біліп жүріңіз. Осы видеоның арқасында мен сізге ең басты месседжді, ең басты мораль жеткіздім деп сенемін. Сіз сұлусыз, сіз өте әдемісіз, сіз тартымдысыз. Және де соңында басқа адамдарға да комплимент айтып жүріңіз. Басқа адамдардың сондай уникальностарына, ерекшеліктеріне жақсы жылы сөздер айтып қойыңыз, ішіңізде ұстамаңыз. Сіз біреуге вау, көйлегің сондай әдемі болып тұр, вау, шашың әдемі болып тұр деп айтып жатсаңыз, ол адамның ол бүкіл күнін өзгертіп жіберуі мүмкін. Ол адам сіздің сол бір айтқан сөзіңізді қаншама жылдардан кейін есіне алып, жымиып отыруы мүмкін. Сондықтан мейірімді болыңыз, өзіңізге де мейірімді болыңыз, басқаларға да мейірімді болыңыз. Өзіңізге сондай тамсанып махаббатпен қараңыз, және басқаларға да сондай тамсанып махаббатпен қараңыз. Барлығымыз адамбыз, және әр қайсымыз өте сұлу жаратылыспыз. Бұл видеоны өзінің құрбыларына, сіңлілеріне жіберіп қой, бөлісіп қой. Егер ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып қой. Ал жазылмаған болса, жазылып қой. Мен сіздердің қолдауларыңызға көп рахмет айтамын. Келесі видеода кездескенше, бай-бай!